Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге шоколадты құлпынай дайындайтын боламыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Енді біз шпажка таяқшаларымызды алып, барлық құлпынайларды түйреп шығатын боламыз. Міне біз барлық құлпынайларды түйреп шықтық. Енді шоколадты глазурымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шоколад пен аз мөлшерде клейге қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып, су моншасында ерітетін боламыз. Су моншасы дегеніміз кішкентай кастрюльге су құйып, осындай ыдысқа шоколадты салып, су моншасында еріту деп айтамыз. Міне біздің шоколадты глазурымыз дайын болды. Міне біз енді құлпынайымызды шоколадқа батырып, әсемдеп шығатын боламыз. Егер де сіздерде дәл видеодағыдай әсемдейтін заттар болмаса, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеп шықсаңыз болады. Және де барлық клубникаларымызды шоколадқа батырып шыққан соң 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Міне біздің шоколадтар дайын болды. Мен 3 сағатқа тоңазытқышқа салып шықтым. Енді біз шоколадты букет жасап жатырмыз. Міне достар, біздің шоколадты құлпынайымыз дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Тіпті бұны кішкентай баланың өзі де жасай алады. Сол себепті шоколадты құлпынайды жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Лейла, қарағаныңыз үшін алғысым шексіз.